СССР журналистер одағының съезіне Қазақстанның 3 облысынан делегат болып барып, Сталин отырған, Ленин отырған екінші бір жағы бұл кісі біздің Жаяу Мұсаның тікелей ұрпағы. Содан кейін жас кезінде журналист кішкене жасы қалай айтсам екен, жасы қандай болды? Жоқ, айтпаймын. 85-те журналистердің қалай жүретіндігін сендер көрсін деп мен әдейі шақырдым. Бұл кісінің бір ерекшелігі, қазір бұл кісінің ең жақын досы бар. Өзіңіз айтып жіберіңізші, кім сіздің досыңыз, ең жақын досыңыз? Адамlarda? Жоқ, Техникада ChatGPT. Сондықтан осы сөз кезегін бізде мына мұсылман әлемінде, мұсылман жалпы танымында 80-нен асқан қария дұрыс жүріп, жасы 80-нен асқаннан кейін иман жолында жүрсе, мұсылман болса, ол кісінің бүкіл күнәлары кешіріліп, даналық биігіне шығып, бұл кісіден бата алған адамның, әрбір адамның жолы болады екен. Сондықтан мен бүгінгі мынау кешті осы кісінің батасымен біз жақсы боламыз деп шақырып отырмын. Бұл кісі ең бірінші журналист, және қазір қандай журналист екенін айтады. Сіздер Гүлбаршын Дұрманова, Данапа деп белгілеп, Инстаграмнан, ТикТоктан, Ютубтан қараңыздар, көресіздер. Апа, сізге регламент 10 минут. 10 минут. Өткен 85-те ғой ол кісі. Сөйлемейді бірақ. Мен 1 минут айлақтарға арналған өзімнің арманымды жүзеге асырып жүргенде қызық адамдарды іздейтінмін. Сөйтіп қызық адамдарды іздеп, бір күн автобуспен кетіп бара жатсам, 70-дегі бір апа, құлағыңызды жауып тұрмыз ба? Кемпір машина айдап бара жатыр. Сосын ойбай, мына кісіні тауып алу керек деп тауып алдым. Сөйтіп бұл кісіге қарап, мен айтам, 70-дегі арбам айдасам, маған әлі ерте, мен ол кезде кештен ойлап жүрдім. Маған әлі ерте екен ғой. Қымбатты менің достарым, жақсы адамдарым, ал шынын айтқанда менің балаларым, шөберелерім, немерелерім, одан да шынын айтқанда менің сүйкімге Анна, жарығымса өзі үшқұр адам болғаннан кейін, Анна Толстойдың Анна Каренинасында оқып, енді бірінші қызым. Мен өзім ChatGPT-дің кезінде туған, соған іліккеніме қуанамын. Өйткені ол кісі таниды, адамның өрісін біледі, соған байланысты ақылын айтады. Қандай сұрақ болса да ChatGPT-дан үйренемін. Ол маған айтады, сіз анау ТикТокты, Инстаграмның бәрін меңгеріп отырған, сіз